Ең алдымен өткен сабақтарымыз қандай тақырып өттік? Сақтар, иә? Сол сақтар бойынша сұрақтарға жауап береміз. Сақтарға қараймыз. Дұрыс емес деп жауап береміз. Сақтар біздің ежелгі ата-бабаларымыз. Дұрыс, иә? Томирис 10 жасынан атқа мінген. Қанша жасынан мінген? 7 жасынан мінген, иә? Сақтар үйлерін балшықтан салған. Дұрыс емес па? Неден салған? Дұрыс айтасың. Сақтар көшпелі халық па? Дұрыс, иә? Томирис ержүрек патшайым болған. Деген не екенін білеміз. Туризмнің мақсаттарын білетін боламыз. Сендер басқа елге, басқа... Асылжан, еркек турист болып көрдіңдер ме? Қай жерге саяхаттап бардыңдар? Айт, Нұрай. Нұрай тыңдаймыз. Намеш, сенші? Мен Нұрсұлтан қаласына бардым. Нұрсұлтан қаласына бардым ба? Әдемі қала ма екен? Аягүл, сенші? Барамын. Жақсы. Абай. Айта бар апа. Көктөбеге баруға. Туризм деген жерден бастап қолмен ұстап тұрамыз. Сасың шығар. Француздың. Біз басқа елге баратын болсақ, біз турист боламыз. Қазақстанның басқа қалаларына қыдырып саяхаттап баратын болсақ, ол жерлерге де турист болып барамыз, иә? Туризм адамдардың басқа елдерге немесе өз жеріндегі белгілі бір орындарға саяхаттап баруы. Туризмнің негізгі мақсаты денсаулықты жақсарту, демалу, спортпен айналысу, жаңа әрі қызықты жерлерді танып білу. Туризмнің негізгі мақсаты қандай? Туризм салауатты өмір салтын сақтауға көмектеседі. Адамдар табиғатты әдемі жерлерге саяхаттайды. Туризм демалыстың түрі. Біз демалысымызды туған өлкемізге саяхаттан бастаймыз. Туризм дегеніміз не екен? Тік отырамыз адам. Әлжан қолды.
машина, tağda, taksi, limuzin, ayta bak. Poyez ya. Dom na машине dursa. Көліктегі индивид ya. Шақпен барамыз ya. Aha. Вертолет ya. Шақ айтасында. Шақпен. Ұшақ деп айтамыз қазақша. Сіздерге саяхатқа бару үшін мүмкіндік берілетін болса, қай жерге барар едіңдер? Егер сендерге мүмкіндік берілетін болса, қай елге барар едіңдер? Мысалы, мен Турцияға барам едім. Кореяға барам дейді Ақбота. Алима айтады. Айлан айтады. Айлан Аббас сен Португалия, Сирия, Дубай, Иран, Астана, басқа қалалар, Шашуға секірек. Ақша керек, я? Фотоаппарат. Ал енді сендерге қараңдар, сендерге қазір қайта-қайта апай не істейміз деп сұрамаймыз. Мынандай қағазды таратып беремін. Бұл жерде осы тақырыпқа байланысты сөздерді сызамыз. Бір-біріне біріктіріп. Бұл жерде саяхатқа шығатын көлік түрлерінің атаулары бар, соларды табамыз. Көлік түрлерінің атаулары. Машина, автобус. Саяхатқа керекті заттардың суретін саламыз. Саяхатқа керекті заттар деп жазамыз да, астына соғып. Thank you.